Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, басқалармен бөлісе кетеміз. Моңғол-жапон соғысы 1234 жылы солтүстік Қытайдың негізін қалаған Цинь империясын құлатып, моңғолдар дереу соғыс қимылдарын Han империясына бағыттаған оңтүстік Қытайға өтіп, 1259 жылы аттың арқасында қуатты басталу ақырында қол жеткізілген бетбұрыстардың соғысы тағы басқасының бағынуы Сун болды. Іспен обрезомаға болашақ. Сонымен бірге 1259 жылы 28 жылдық қаржылы күрестен кейін Корея моңғолдарға бағынды. Вассалдық мемлекет болды. Осы жетістіктерден кейін моңғолдардың жоғарғы ханы Шыңғыс ханның немересі Кубылай хан жапон жорығының жоспарларын жасауға кірісті. Жапониядағы моңғолдардың алғашқы елшілігі жете алмады. Қатты дауылды 1266 жылы алдында алды. Келесі 1268 жылы Кюсуге жетіп, жапондарға соғыс қаупімен қиналысатын бағынуды талап ететін өтініш берді. Кубылай хан өзінің жолдауында жауап алмай, Жапонияға жорық жасауға бар күшін кірісті. 1268 жыл және де 1274 жылдар аралығында Жапонияға жіберілген тағы бірнеше дипломатиялық миссиялардың сәтсіздігі дайындық барысында одан әрі күшейтті. Корея әскери орналастыруға еге болды. Онда 1273 жылдың көктемінен бастап 25 мыңдық экспедициялық армияның бөліктері келе бастады. Басқа мәліметтер бойынша 23-37 мыңға дейін. Корейліктер бірнеше мың көмекші сарбаздар мен флоттарды қамтамасыз етті. 1274 жылдың қарашасында жаулап алушылардың флотилиясы Жапонияның жағалауына бет алды. Моңғолдардың алғашқы шабуылына Цусимя аралы ұшырады. Оның губернаторы ол үшін бақытсыз шайқаста қаза тапты. Цусимяны жаулап алғаннан кейін моңғолдар Яки аралына өтті. Онда губернатордың орынбасары Тайра Категе шайқасты құлатты. Ал 1274 жылдың қарашасының 19-ында моңғол флоты Хаката шығанағына кіріп, Имазу маңына қоныса бастады. Шабуылды тойтарыс беру үшін жиналған барлық Кюсудің самурайы шабуылы сәтсіз аяқталды. Жапон шежіресінің жетістігіндегі реакциялардың қарамастан, моңғолдар от шашқан қарулардан жебелер мен темір ядролардың флоттарының кәсіби түрінде жіберді. Ал самурайлар ескі жер бекіністерінің астына өтті. Моңғолдар сондай-ақ төле би қомақты шығындарының, бірақ бұл басты нәрсе емес еді. Стратегиялық науқан жоғалып кетті. Жапондар қатты қарсылық көрді. Оларға жаңа артиллериялар 1 сағаттан 1 сағатқа дейін жақындап, моңғолдардың снарядтар жебелер таусылды. Сондықтан әскерлерді эвакуациялау туралы шешім қабылданды. Шығанақтың шыққан кезекті күтпеген жерден дауыл флоты белгіленді. Бұл кеме апатының және де құрлықтағы шайқастардың моңғол армиясының 3000 жауынгері қайтыс болды. Моңғол флотының кемесі жоғарғы хан Кубылай жаңа шабуылға дайындала бастады. Экспедицияны қайталау туралы шешім қабылданды, бірақ әлде қайда үлкен көлемде. Осы уақытқа дейін оңтүстік Han іс жүзінде жаулап алынды және де экспедициялық армияға қосылу шешім қабылданған. Көптеген су флоты моңғолдардың қолына өтті. Кореялық Аюра флотасының Корей берген күштер шоғырланған. 100 мың сарбаз және де 1700 теңізші, сонымен қатар 1500 Қытай және де моңғол жауынгерлері көшірілді. Осы әскердің барлығын кесіп өту үшін корейлік Ван 900 кеме дайындалды. Екінші топ Янзы сағанағына құрылған. Оның ішінде 3500 және де 100 мың сарбаз және де 60 мың матрос кемелерде. Аюра шығанағының флотиларынан шығуы 1281 жылдың 5 айының 22 жұлдызында болды. 9 маусымда моңғолдар Цусимяға басып кіріп, оны бағындырды және де 1281 жылы 6 айдың 14-і Икиге лақтырылды. Икидің жаулап алынуы шығыс армиясының басты проблемасын, азық-түліктің жетіспеушілігін тиісті мөлшерде сақталмады шешілді. Күрестің тәсілдерінің басты күштерінің ілгері жылжиды тап біреу іздестірілуіне баста алуы
шапқыншылықтың арасындағы 7 жылдық кезекте жапондар өздерінің оңтүстік шекараларын нығайту үшін көп күш жұмсады. Ерте ескерту жүйесі жетілдірілді, әскердің тез жұмылдыру және де олардың негізгі нүктелерге шоғырландыру әдістері жасалды. Өйткені Қытайдан келген президент Кубылайдың жаңа жорыққа дайындығы туралы хабарды берді. Тихоокеан аймағында Микузуй су сарайын қайта салынды. Ол бір кездердегі Қытай мен Корей қарақшыларының қонуына жол бермеу мақсатында салынған. Кюседегі самурайлардың саны артты. Олардың басқа округтерінің ауыстыру арқылы әскери дайындық үшін шығындардың қолға бөлігі қысқартылды. Басқыншылықтың қону мүмкіні және де Хаката сығанағыларындағы жағалаудағы тас қабырғаға салынды. Жағалаудағы қорғаныс флотасы күшейтілді. 21 маусымда моңғол флоты Хаката шығанағына кірді. Отырғызу әскерлерінің Отималы Сига біреуіне де 3 қабырғалы оны айналып Прибитилис да Нконожеге Крепотили шайқасының нәтижесінде моңғолдардың жағалау белдеулерінің бір бөлігін басып алды, бірақ олардың көпшілігі жеткіліксіз болды. Мұны көрген жапондар қорқыныштан шабуылға көшті. Олар моңғолдардың өз әскерлерін кемелерге апаруға мәжбүр етті және олардың үнемі керуенде ұстап қайтаруға үндсіз рейдтер жасалды. Втория флотқа түсіру жағалауларына Придиминия Монголова 30 маусым сондай-ақ сәтті өтті. Олар тек кемелерде Сукусино армияның Янзы келуін күту үшін қаланды. Мұндай жағдайлардың сөзсіз пайда болған індет қалаға жауынгерлердің әлсіретіп 30 мың адамның өмірін қиды. 12 тамызда 2 моңғол флоты да біріктірді. 3 күндік жаттығулардан кейін моңғол әскерлері тағы да шабуыл жасады. Ауыр шайқас кешке дейін созылды. Самурайларға қоян қолтық ұрыс шеңберлеріне аз зерттелген Қытай және де Корей жауынгерлері ғана емес, сонымен бірге оңтүстік күнді ұзақ серуендеген Кубылай армиясының ардагерлері де қарсы тұрды. Алайда жалпы алғанда қытайлықтардың найза жасауда өте жоғарғы шеберлігін көрсетті. Содан кейін бұл Бусидің найза жұмысын деген қызығушылығының жаңа толқынын тудырды. Екінші жағынан жапондар Алберада тәрізді қаруды Нагамаки мен Наганиді сәтті қолданды. Кезінде моңғолдар салт аттыларға тырысты. Овогонуты қабырғаға оларды күтіп алып ат жапон жауынгерлері олар Придеболи аяқталды. Жалақы моңғол ал Приксимали қалған жерінен салт самурай қылыштарының Қытай және де Корей әріптестерінің артықшылығын алайда жаулап алушылардың сандық артықшылығы жоқ болды. Баяу, бірақ әрине жапондықтардың қысылысты. Елдің императоры мен дінбасылары дұғаларды басиды. Кешке Хакатидің қан басқан жағажайларында назар аударған моңғол қолбасшылары ауа райын мүлдем елемейтіні белгілі болды. Егер дауыл қорғаныс қабырғасынан шыққан самурайларға көп зиян тигізбесе, онда бұл олардың қарсыластары туралы айту мүмкін емес. Моңғол флоты қатты шығынға ұшырады. Тек Қытай флотының 100 мың экипаждың жартысы қайтыс болды. Биндишами үшін бекіністердің майы жапондықтарға құрады. Үлкен ең раснийтті сөрелер жау. Бұл моңғолдардың әскерлерінің Жапонияға екінші араласуын аяқтады. Моңғол шапқыншылығының көрінісі бүкіл халықтық жеңіс ретінде тарихқа енді. Басқыншылықтың кемелерін белгілейтін жел бірден Камазиге де айналды. Ғасырлар бойы Жапонияны қорғаған табиғаттан тыс күштерінің символына айналған пұтта жел 2 рет жеңіліс моңғолдарын тоқтатты деген пікір бар. Алайда олай емес. Кубылай 3-ші шабуыл жасауға шешім қабылдады, бірақ оған Индокиядағы проблемалар және Корея, оңтүстік Қытай және де Вьетнам халықтарының қарсылығы кедергі болды.